Қасым-Жомарт Тоқаев коронавирустан екпе салдырды. Бұл туралы президент хатшысы Берік Уәли мәлімдеді. Елбасы қарағандылық фармацевтикалық зауытымен өндірілген Спутник V вакцинасын ектірді. Тоқаев барша қазақстандықтарды коронавирус инфекциясынан өздерін және жақындарын сақтау үшін екпе салдыртуға шақыруда. Бүгін елбасы қарағандылық фармацевтикалық зауытымен өндірілген Спутник V вакцинасын салдырды. Екпеден кейінгі жағдайы жақсы. Ешқандай жағымсыз әсері жоқ. Президент Қазақстан азаматтарының вакцинациясы және ұжымдық иммунитеттің қалыптасуы коронавирусты жеңуге, бүкіл шектеулерді алуға, азаматтардың қалыпты өмірлерін және экономикалық іс-әрекетті қамтуға мүмкіндік береді деп сенімді деп мәлімдеді президент хатшысы Берік Уәли. Қасым-Жомарт Тоқаев барша азаматтарды вакцина қабылдауға шақыруда. Оның айтуынша, бұл өзіңді әрі жақындарыңды коронавирус инфекциясынан сақтаудың жалғыз жолы. Бұрынырақ президент үкімет пен жергілікті атқарушы органдарға вакцинаны шетелден жеткізуді және отандық өндірісті жақсартуды, екпе процесін ұйымдастыруды тапсырған. Өткен тәулікте Қазақстанда коронавирус инфекциясына оң нәтижелі ПТР мен 2000-нан астам науқас анықталған. Біздің облыста расталған диагнозбен 40 адам. Риддерде пандемия кезеңінде 1463 оқиға тіркелген. Жыл басынан 160, осы айда 8, соңғы тәулікте 3 оқиға. Денсаулық сақтау министрлігінің ресми ақпаратына сәйкес, осы уақытта Қазақстанда COVID-19-дан 195 мыңға жуық адам вакциналандырылған. Шығыс Қазақстанда вакцинаның алғашқы компонентін облыстың 9457 тұрғыны қабылдаған. Ревакцинациядан 5118 адам өтті. Риддерде алғашқы компонентпен 95 медициналық қызметкерлер вакциналандырылды. Екінші компонентпен 55 медикке екпе салынған. Вакцинация по-прежнему осуществляется для групп риска. Вакцинация бұрынғыдай тәуекел топтарына, яғни вакцинаның қалаға келуіне байланысты жасалады. Құқық қорғау органдарының қызметкерлеріне, педагогтарға белгіленген кесте бойынша. Әрине, коронавирус инфекциясына қарсы вакцинацияның басты мақсаты келешекте ұжымдық иммунитетті қалыптастыру және тәуекел топтарын қорғау, өйткені бұл топтағы адамдар індетті кәсіби тұрғыда жұқтырулары мүмкін. Сондықтан бұл бағыттағы жұмыс жалғасады. Алғашқы компонентпен вакцинациялаудан кейін ешбір ауытқушылықтар тіркелмеген. Адамдар екінші компонентін қабылдауды күтуде, жағдайлары жақсы. Екпе ресейлік Спутник V вакцинасымен жасалады. Қазіргі таңда ол әлемнің 58 елінде тіркелген. Белсенді қолданыста. Сала мамандары жасаған сараптама қорытындысы бұл вакцина вирустың британдық типынан қорғайтынын дәлелдеді. Оңтүстік африкалық және бразилиялық типті вирустары әлі зерттелуде. Біз бұл ақпарат белгілі болған кезде тұрғындарға міндетті түрде хабарлаймыз. Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметтері бойынша Алматы қаласы аумағындағы науқастарға жүргізілген зерттеулер бразилиялық, британдық және оңтүстік африкалық вирустардың мутацияларын куәландырды. Британдық вирус түрі өте жұқпалы. Ауру белгілері сол бұрынғы, бірақ осы инфекциядан сақтану мазмұны өзгеріссіз, яғни әлеуметтік қашықтық пен маска режимін сақтау.